Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгінгі видеода сіздерге математика сабағында қолданылатын қызықты әдістерді көрсетемін. Сен маған, мен саған әдісі. Бір оқушы есеп шығарады да, келесі оқушыға сол сияқты есеп құрастырып береді. Мақсаты логика мен түсінікті тексеру. Бір қадам алға ойыны. Дұрыс жауап берген оқушы бір қадам алға шығады. Мақсаты мәреге бірінші жету. Сергіту және қайталау мақсатында қолданылады. Лотто әдісі. Бұл әдісте сәйкестендіру ойыны. Бір карточкада тапсырма, екіншісінде жауап. Тауып сәйкестендіреді. Шеш боя әдісі. Әр дұрыс есеп бір түске байланысты. Дұрыс шешіп суретті бояп аяқтайды. Үш қате тап ойыны. Дайын есепте үш қате жіберіледі, оқушылар қатені тауып дұрыстап есептейді. Сиқырлы сан ойыны. Мұғалім бір жасырын сан ойлайды. Оқушылар сұрақ қоя отырып, сол санды табуы керек. Сен сурет сал, ал мен есептеймін әдісі. Бір оқушы сурет салады, мысалы фигуралар. Екіншісі соған байланысты есеп құрастырып шығарады. Кір жаю әдісі. Арқанға есептер ілінеді. Дұрыс шешім тапқан сайын киім ілінгендей етіп ілініп шығады. Назарларыңызға рахмет. Каналымнан басқа да көптеген әдіс түрлерін таба аласыз. Жоғалтып алмас үшін жазылып қойыңыз.